ата-ана өзінің баласына, туған баласына бұндай нәрсе істей ма? Менің практикамдағы ең ауыр кейс, ең ауыр сеанс мынандай болды. 40-тан асқан әйел сеансқа келді. Запрос просто ұйқым дұрыс емес деді. Ұйықтай алмай 5 жыл болды, ұйқым бұзылып кеткен деді. Бірақ бұны терең қазбалаған кезде, бала кезінде, во-первых, мамасы аяғы ауыр болған кезде аборт жасағысы келген. Бірнеше попытка болған, бірақ Алланың қалауымен бұл кісі дүниеге келген. Бірақ бала кезінен не анасынан мейірім көрмеген, не әкесінен. Еще хуже, әкесі бұл кісіні 7 жасынан бастап 7 жасынан 16 жасына дейін зорлаған. Бірақ бұны ешкімге айтпа деген. И бағана кісі де бұны нормально деп ойлап жүрген. 16 жасына дейін. 16 жасында бірақ білген бұл нәрсе не нормально екен. И сеансқа келіп, сеанстың барысында лучше бы тогда мама аборт сделала деді. Менің балалық кезім өте ауыр болған. Это того даже не стоит деді. Лучше бы мен дүниеге вообще келмегенім жақсы еді деді. Бірақ 2 сағат сеанс өткеннен кейін бәрі нормально болды. Ана кісіге риза болдым. Өмір қиындықтармен о кісіні өте мықты қылған. Қазір өзінің отбасы бар, күйеуі бар, баласы бар, баласын тамаша тәрбиелеп жатыр. Сол үшін ата-аналарға айтарым, өз балаларымызға мейірімді болайық. Оларға өзіміздің махаббаттарымызды берейік. Егер ол нәрсеге дайын болмасақ, онда бала тумайық. Бала бұл дүниеге қиналу үшін, сіздерден қорлық көру үшін келмейді. Егер сіздер ата-ана болуға дайын болмасаңыздар, болмай қойыңыздар, бала тумаңыздар. Керек емес. Ал егер бұл жауапкершілікті мойныңызға алсаңыздар, онда ең көркем түрінде, ең мейірімді түрінде, ең тамаша ата-ана болуға тырысыңыздар.